қонақтары. Бүгінгі кеш болған өзіңіздің әріптес достарыңыз бен шәкірттеріңіз сізді құттықтап, тілектерін білдіріп, видео жолдау жіберіп отыр. Назарларыңызға видео жолдау ұсынамыз. Бірге тамашалайық. Атқарып жатқан Нұр-Сұлтан қаласының төрінде өтіп жатқан шығармашылық кешің құтты болсын. Bir жырым менің, бір балам, мезгілсіз шала тумаған, мезімі жеткен шағында шығам деп сұртқа тулаған. Мұқағали ақын жырлағандай, шығармашылық адамдардың бойынан шыққан саф өнер халықтың жүрегіне жетіп жататындығы, ол бір өмірге келген нәрестемен тең болатындығы, әр шығарманың өзіндік өмір баяны, өзіндік тарихы болатындығы хақ. Сондықтан да сен өте рухани бай адамсың. Бүгінгі елдің бәрі бүгіншіл, мен ертеңді ойлаймын деп бабаларымыз бекер айтпаған. Сен анау болашаққа, ғасырдан ғасырға атың жететін композитор, шығармашылық адамы болатынға сенім мол. Өйткені сен балаларға арнап шығарма жазып жүрсің. Екеуміз бірге одақтасып бір-екі шығарма жаздық. Оның өзі де біз үшін есі қазақтың бес саусақтай бірігіп, жұдырықтай жұмылып, рухының бір екендігін көрсетеді. 2010 жылдан бері өзіңді жақсы танимын. Жақсы араласып, дастархандас болып болмасақ та, бізді рухани жақындастығымыз, бізді өнер арамызды жалғап жатыр. Өнер деген алтын көпір. Сондықтан да Нұр-Сұлтан мен Жетісудың арасындағы алтын көпір аман болсын. Осындай көпір республикамыздың түкпір-түкпіріне салынып, балалардың жүрегін әрқашан имандыққа, мейірімге толтыру біздің азаматтық парызымыз деп есептейміз. Ақын болу міндет емес, азамат болу парызың. Сол секілді азаматтық атымызға лайық болайық. Шығармашылық кешің құтты болсын. Bir күндігін ойлаған адам бидай егеді, 100 күндігін ойлаған адам ағаш өсіреді, мәңгілік ғұмырын ойлаған адам ұрпақ тәрбиелейді. Біздің қазақтың келешек жастары барлығы да өнегелі, сабырлы да салмақты, еліне ардақты, алаштың қайраткерлеріндей рухты болуына тілектеспін. Сол үшін еңбек етейік. Еңбегіңіз жемісті болсын. Көп жақсылықтар тілеймін.